Өткен бағдарламалардың бірінде режиссер Қанағат Мұстафиннің 16 қыз комедиялық картинасының жалғасы түсіріліп жатқанын айтқан едік. Бүгінде Ең сұлу қыз атты көркем фильмнің түсірілімі аяқталды. Аталмыш туындыда Мұрат Бейсенбинге басты рөлдердің бірі бұйырған. Біз түсірілімді сәтті аяқтадық. Бұл комедиялық картина. Енді ол қылмыстық рөл болады. Бұл туындыда Бейсенбинге өте қызықты рөлдердің бірі бұйырған. Бұл картинада біз неше түрлі келеңсіз жағдайларға түсетін үштікпіз. Негізі көргенде өте қызық. Бұл туынды комедия жанрында болады, ал Бейсенбин сомдайтын кейіпкер өзінің ақылға сыймайтын қылықтарының арқасында фильмді бұдан да күлкілі қылмақ. Менің кейіпкерім кішкене ақмақтау. Біз үшеу болып жүреміз. Ылғи басымыз қосылса түсініксіз әрі қызықты жағдайларға тап боламыз. Ең сұлу қыз атты көркем фильмнің түсірілімі біраз уақыт бұрын аяқталды. Ол күзге қарай көрермендердің назарына ұсынылмақ. Ендеше комедия жанрындағы фильмнің жарыққа шығуын асыға күтеміз.